Бәріміз балабақшада манная каша, яғни жарма ботқасын жеп көрген болатынбыз. Ал кім жақсы көреді? Комментарияға жаза кетіңіздер. Бірақ бұл ботқада ең ұнамайтыны ішіндегі түйіршіктер болатын. Сол себепті мен сіздермен түйіршіксіз ботқаны қалай пісіру керек екенін көрсетемін. Алдымен отымызды жағып, ыдысымызға 1 стақан су, яғни 250 мл су құямыз. Су қайнамаған. Содан соң мөлшері осы стақанның жартысы болатындай сүт құямыз. Ең бастысы суда сүт те бөлме температурасындай болу қажет. Енді манкамызды, яғни жармамыз қосамыз. Мөлшері 4 ас қасық манканы осылай жан-жағына себелеп шашып қосамыз. Бұл әрекеттерді тездетіп жасаған жөн. 1 шымшым тұз қосамыз және 1 ас қасық қант қосамыз. Осы кезден бастап араластырып отыруымыз қажет. Тоқтамай араластырып отырамыз. Ішіндегі массамыз қоюлана бастайды. Міне көріп тұрғандарыңыздай кашамыздың, ботқамыздың көлемі өсіп жатыр. Көлемі кішкене өсіп келе жатқанын көргеннен соң ең жай отқа қойып, тағы да араластырып отырамыз. Ботқамыз 5 минутта дайын болады. Соңында сары майды саламыз. Отын өшіріп, қақпағын жауып, кішкене 1-2 минут бұқтырамыз. Егерде сіз сұйық ботқаны жақсы көрсеңіз, 3 минутта қайнатуыңызға болады. Ал кішкене қоюланғанын күткіңіз келсе, 5 минутта жарап қалады. Ең бастысы ботқамыздан алыстамай сол қоюлығын қадағалап, өзіңізге ұнаған кезде өшіре салыңыз. Және есте сақтаңыз, қақпағын жауып бұқтырғаннан кейін ботқамыз тағы да қоюланады. Достар, менің каналыма кіріп, тағы да басқа видеоларымды қарап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіз, риза болар едім. Қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.